Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам жігіттер. Айке, асығыссың ғой. Жігіттер мақсатқа ауырып төсек тапшырып қопты. Не дейсің? Анам мынау болып кетуі мүмкін дейді. Ренжімесеңдер асықсын. Жүріп. Болды болады. Жол болсын. Біз де ертең жұмысымызды аяқтап, масқа кіріп шығайық. Иә, жүріп қалдық. Амансыз ба? Аманбыз, айналайын. Хадиша, қалайсыңдар? Аманбыз. Мақсұтым қалай? Білмеймін. Жағдайы барған сайын нашарлап барады. Жазыла ма, әлде жоқ па? Таңертең сізді шақыр деген соң, әдейі кісі жіберіпті. Дәрігерлерді шақыртып едік. Мақсұттың халі нашар. Емдеуге келмейді дейді. Уайымдама Хадиша. Аяқ аяғынан тұтырып кетеді. Мақсұт, досым, қалың қалай? Жағдайын естіп, келген бетім осы. Жақсымын досым, жақсымын. Енді міне балалар жетім қалып барады досым. Менің емес, еңбек сенікі. Енді міне өзімде екі дүниенің ортасында жатырмын досым. Досым, мені сөкпейсіңдер ме? Олай деме досым. Өлімді ойлама. Аяқ аяғынан тұтырып кетесің. Анашым, басқаны қойшы. Сенің күнің не болады? Сені күнге тастаймын. Алдында күлмедің ал. Олай демеші балам-ау. Неге олай дейсің? Анашым, жыламашы. Көз жасым жүрегімді өртеп барады, анашым. Балапаным! Мақсат, балапаным! Қайткен Мақсат! Алдыңда ұлыққа қасқалда! Мамам жүнім ипалда! Мақсат, жалғызымнан айрылып өргізді қалдым-ау сипақтап, балапаным-ау! Жаным-ау, жарығым-ау, балапаным-ау, ойбай-ау! Балапаным! Жігіттер жүндер, жаназаға дайындалу керек. Бермеймін ғой оларға. Әлгі Хадиша да артынан келген барлық мал-мүлікті жинап алып кетті. Енді ол аздай Мақсұтымның жалғыз көзін алып кетпекші. Мен оларға қалай беремін? Амансыз ба? Келіп қалдым өзге. Амансыз ба? Шақыртыпсыз келіп қалдық. Отыра ғой. Жағдайыңыз қалай? Балам, бұл жағдайдың несін сұрайсың? Әлгі жүгермек Жұмағұл келіп кетіп жүріп, келінім мен немеремнің басын айландырып алып кетті емес пе? Әлгі Хадиша да төркінінен келген барлық мал-мүлікті жинап алып кетті. Ал мен болсам, мына ауру баламен көрген күнім осы емес пе? Құлыным, сен менің Мақсұтымның жан жолдасы едің ғой. Сен бізге қорған болып, көмек көрсетші бізге. Өзімді осылай боларын біліп едім. Уайымдамаңыз, сізге өзім көмек көрсетемін. Әже, әжетай, қалайсыз? Уағалейкум ассалам. Ей Жұмағұл, сенің бұл істеген не? Адамгершілік, парыз деген бар емес пе? Мінеки, тиген қатынды да алып отырсың. Мен сен жазың тұрдым алып-өлігінде нем бар? Сен оңбаған, ішталықтан, қызғаршылықты айтып тұрсың ғой. Біле білсем бұл жұмысты мен емес, Хадиша істеп отыр. Ал мен оны тоқтата алмаймын. Және бұндай түкке тұрғысыз дүние үшін бұлай дейтін болсақ, сене де біз сынайтын кез келеді. Сонда сен оқығанына емес, тоқалғанына қуанып жүрсің бе? Сенбейсің бе? Заң жүзінде бұның бары Жамиляға тиесілі. Ал ол өскенше мал-мүліктің иесімен жүріңдер Хадиша. Жақсылықта бермесе, заң жүзіле береді. Жай айтқан түсінбейді екен. Бар мен басқаша сөйлесу керек. Амансыз апа. Аманбыз. Мына дүние мүліктің бәрі мына кісілерге тиесілі. Не дейді? Апа сізге қаратсам жасыңыз да келіпті. Мына дүние мүлікті Жұмағұлға тапсырыңыз, сізге де күтім беріпті. Ей Жұмағұл, сен мына мал-мүліктің барлығын мен өлгеннен кейін ғана аласың. Ендеше өлтір мені. Мақсұтым!